Мувингте шаттл дегенimiz не? Шаттл дегенimiz клиенттер Америкада бір штаттан екінші штатқа көшкен кезде заттары үлкен тракпен, яғни осындай семай трак трейлермен әкеледі. Сондықтан көбінесе бұнда пойыз өтіп барып, дауысы дегенің керемет. Сол кезде көп тұрғылықты жерлерде бұл семай трак трейлер кіре алмайды. Кіруге, яғни орын жеткіліксіз. Жолдары тары, бұрылуға, шығуға жол жоқ. Сон себепті біз трак пен трейлерді клиенттің жақын жеріндегі паркинг спотқа қоямыз, яғни Walmart, Home Depot, IKEA деген сияқты үлкен супермаркеттердің тұрағына күндізгі уақытта ғана қоюға болады. Түнгі паркингке қоюға болмайды. Сол клиенттің жақын жеріне сондай супермаркеттердің парковкасына қойып, U-Haul аламыз. U-Haul деген ол тракты арендаға беретін компания. Тракты арендаға беретін бірнеше компаниялар бар. Бірнеше компаниялар бар. U-Haul, Enterprise, Budget деген. Бірақ мен көбінесе алам U-Haul. Ол бүкіл қалада бар, кез келген жеріне табуға болады, және бағасы да ыңғайлы. И онлайн резервейшн жасап қоясың. Алатын күніңде ең бірінші шаттл жасау үшін ең бірінші клиентке звондайсың. Осындай мен сіздің адресіңізге трак трейлермен кіре алмаймын, сол себепті шаттл жасаймыз дейді. Көбінесе клиенттер бұл менің проблем емес. Қайтсең өйт, қалай жасасаң солай жаса деп басында шығады. Сөйлесіп түсіндіре келе түсінеді, что жол бұл сіздің кінәңіз емес, бұл біздің кінәміз емес, бұл жол салған мемлекеттің кінәсі дейміз. Өйткені мемлекет адамдардың көшетінін біледі, жолды кең қып, бұл трак трейлер сиятын қып салса, әңгіме болмас еді деп. Қаншама уақыт сөйлескеннің нәтижесінде олар түсінеді, сонымен қосымша шаттл үшін ақша төлейді. Қазір мен мұнда сол шаттл жасауға келдім, Сан-Франциско, Калифорнияның. Сан-Франциско өте қиын, тракпен бару мүмкін емес. Мен жақын жердегі Окланд деген қаласына тоқтадым. IKEA, енді қазір U-Haul барып әкеп шаттл жасаймыз. Және де бір көмекші шақырдым, ол көмекші трейлердің ішін тазалап реттеп жатыр. Оның машинасы жоқ екен, қазір такси күтіп тұрмын, таксимен барып U-Haul'ды әкеп, U-Haul'ға салып алып, Сан-Францискоға барып клиенттің затын жеткіземіз. Шаттл дегеніміз сол кішкентай тракпен затын апарғанды айтамыз. Hello. Таксиім де келе қалды. Hello. Thank you for coming. Yes. Такси бұнда өте қымбат, қараңыздар мен. Бар жоғы 7 минут жүретін жер, яғни майлджбен есептейді. 3,5 майл, сондағы бағасы $20.99 болды. U-Haul алуға келдім мұнда. Қазір резервейшн жасап қойған, мұна кісі қазір береді. Соны аламыздағыны. U-Haul алатын кезде міндетті түрде онлайн резервейшн жасап қою керек. Онлайн жасап қойсаңыз, келіп алғанға өте ыңғайлы. Әйтпесе тура келіп алам десеңіз, ол жоқ болады. Тау қиын болып болады, сондықтан шаттл жасайтыныңызды білген кезде міндетті түрде онлайн резервейшн жасаңыз. U-Haul'дың мынандай кілтті берді. Бұл кілтте жазу тұрған бұл кодбен PD73 98. U-Haul'да кеп трактың жаңа қоя бергенінде IKEA-ның күзетшісі келіп көреді дағыны, бірден главный security администрация IKEA, полицейский барлығын шақырып тастайды ғой. Олар келеді дағы мен документімді алады, трактың документін алады. Соны мен не өкпет, неға сұрап жатсыңдар десем, сендер IKEA-ның трагынан затты ұрлап жатсыңдар дейді. Мен айтам, жоға біз дегенің көші-қонмен айлансамыз, баратын жеріме үлкен тракпен сыймайтындықтан затты кішкентай тракқа артып алып, сонымен апарам десем, олар сенбейді. Ақыры барлығын тексеріп, трактың ішіндегі затты тексеріп, әбден IKEA-ға қатысы жоқ екеніне көз жеткізгендіктен маған жіберді, яғни басқа жаққа, бұл жерде осындай жасауға болмайды, басқа жаққа барып жаса деп. Сонымен асыққаннан осының жартысын артықтағыны басқа жерге барып, асықпай жасадым. Екінші әрі IKEA-ға осындай жасамайтын болдым. Сонымен IKEA-ның тұрағынан кеткенге асық болдым, расын айтқан кезде. Аман есен құтылғаныма қуанып, жақын жерінде іздеп жүріп бір ақылы тұрақ бар екен, тұрақ қоюға болады. Сол жерге барып тұрып,
заттың бәрін U-Haulға салып алып, клиентке U-Haulмен апардым. Бұл штат Калифорния, қала Сан-Франциско деген қала. Ол Сан-Франциско өзі мұхиттың ар жағында бір жеке остров болып орналасқандықтан, ол қаладан трак паркинг тауып әбден қиын, және де баруда да қиын тракпен. Сондықтан мен жақын жеріндегі қалаға тоқтадым. Соның өзінде трак қоятын жер таппай, амал жоқтан IKEA-ға барып тоқтағам. Ал IKEA соңында осындай жағдай жасады. Сондықтан келешекте сіз егер Америкаға келіп, дальнобойщик болып, мувингте шаттл жасайтын болсаңыз, ешқашан IKEA-ның тұрағында шаттл жасамаңыз. Өз басым ешқашан IKEA-ның тұрағына бармастай болды. Кірердің алдында міндетті түрде тексер. Мен навигатормен тексердім, Google Maps'пен тағы тексердім, бірақ та өте тары. Сол себепті мұнда кірердің алдын трак трейлерді осылай ашық жерге әзірше қалдыра тұрасыз. Дағыны клиентті шақырдым, ол машинасымен келді. Қазір қалай кіріп, қалай шығатынымызды тексереміз. Thank you for coming. Болады, Алла қаласа. Жаңағы жерге осылай кірдім. Жол болғанмен бұнда трафик өте, машина өте сирек жүреді екен. Ауыл болғандықтан енді әрине бүкіл затты мұнда қалдыратын болдық. Гараж сияқты. Ал клиенттің үйі, анау заттар мынаған қалдырады. Трак трейлерді осылай қойдым. Қазір алдымен тура шығып, солға бұрылсам, главный көшеге шығам уже. Қазір клиентті тосып тұрмын. Ол документке қол қойып, ақшасын төлейді. Шақырған екі көмекшімнің біреуінің машинасының дөңгелегі жарылып қапты, келмеймін дейді. Жөндеп бітем, сосын хабарласам деді. Екіншісі келе жатыр. Табиғат әдемі. Клиент осындай болса ғой, ақшасын осылай дайындап, кәдімгі санымен жазып, конвертке салып, мұнда істек болған ғой, 3210 тура қылып, кәдімгі. Барлық клиенттер осындай болса, қалай жылдан бітетін едік. Вот анда мусор алып жатыр. Жылдам кәне келдім. Сөз жоқ, дайындақ болған, алдын ала конвертке салып. Енді бастаймыз. Шаттл жасаймыз. Мұнда тракты Walmartқа осылай қойдым. Таңертең ерте кеп қойғам. Мен келген кезде мұның бәрі жоқ болды. Қазір мен U-Haul тракты алуға кетсем, артыма кеп қаншама столып тастағым. Мен алдыма біраз орын қалдырдым. Осыма артыма кеп тоқтайтындарды біліп, қазір сәл алдыға максималны бердім. Қазір бұл тракты артпен қойып, артпен қоймас бұрын, мына ең бірінші тұрған жұмыс ол Ахаяға кетеді. Басқа жаққа, келесі баратын жаққа. Жұмысты бірақ шығарып алып, жерге қойып, екінші жұмысқа жеткен кезде мына тракты артқа қойып, екінші жұмыста трактың ішіне салып, мына бірінші жұмыс қайтадан трейлерге салып, сонымен мына тракпен, U-Haulмен клиентке барамыз. Дабл жоп. Шаттл деген осы. Кеше шақырып дайындақ болған. Хелперім жоқ, жалқау. Сонымен бүгін және тағы біреуді тауып шақырдым. Ол келе жатыр жолда. Оны күтіп тұратын емес. Бастай бермесең, уақыт деген зымырап барады.
Бұл анандай драйвенға жатады. Егерде нағыз мувингтікі болатын болса, бұлай жұмысты түсіріп салып жасамайсың. Мынандай жандарында қаншама есіктер болады. Сол жанының есігін ашып, заттарды ала беруге өте мүмкіндік болады. Бұнда өкінішке орай мувингтікі болмағаннан кейін амалдың жоқтығы. Сол бесеуі шатаспау үшін әр адамның затына, әр қайсы коробкаға, әр қайсы затқа осындай белгі береміз. Яғни сол кезде біз шатаспаймыз және осыған қарап бұл Роберттікі бұл, Ержанкі бұл, Брейнкі деп анықтап аламыз. Мына көмекшім жақсы істейді екен жұмысты. Өзім сияқты. Өзіме тартқан. Клиенттің үйіне келдім, түсіріп бастап жатырмыз. Осылай мұнда 3-4 коробкадан аламыздағыны. Бұл енді мувингте ең жеңіл көшкен, рахат көшкен деген осы ғой. Грузчиктің ең жеңіл жұмысы. Бұл біздің клиент. How about the corner? Can I have the couch go about right here? Oh, couch? Yeah, Okay. so actually the bedroom's got nothing other than got a mattress coming. You want to put bedroom? Yeah. Yeah? Bedroom. Okay. I'll make that most out of the way in here. Goes on the bedroom. Still bedroom, yeah. Yeah. Push more. Yeah. Okay. Yeah, if you're doing that. That's for protect. Yeah, I appreciate that. Yeah, sorry, yesterday my mom just had surgery down in Alabama, so I was 7 hours away attending to her, so I couldn't make it back up without the notice to come back. Wow, I'm sorry about that. Yeah, that's okay. She's doing all right. Just needed a little bit of help for a few days. Yeah. Okay, that's much safety better. Профессиональный грузчиктер осылай жұмыс жасаймыз. Мына екеуі есіктің бұрыштарын соғудан қорғайды, а бұл біздің жолымыз. Қалай келмейді. Вот осылай. Here's you go over here. Okay. With me. While I leave, then I bring in my knife, take it out and put right with it. Twist it. Yeah, we take it. Еще
$20 киіп берді. Окей, thank you very much, we appreciate. Тракқа келдім. Freightliner Cascadia 2018 жылғы трейлер Бекинс деген мувингтің компанияның трейлері. Трак сыртынан жақсы көрінеді. Қызыл свет екен енді, жарайды. Осылай. Сыртын барлығын көріп шықтым, тексеріп шықтым. Сырты жақсы. Қазір ішіне кіреміз, ішін көретін боламыз. Вот. Трактың іші. Менің алдымдағы жүргізуші келіп, түнімен жүріп келіп, қазесі жойын. Түнімен жүріп келіп, тура самолетқа кетіп ұшып кеткен. Былайша айтқан кезде құтылуға асық болған ғой. А мына трактың іші вообще өте арам, лас, жууға арналған. Бұнда киімі. Бұл холодильник, холодильниктің ішін қарасаңыздаршы. Сасып кеткен іші вообще тіпті мүмкін емес. Жұмыс істемейді еще. Қаншама жыл тұрғанын бір Алла білсін. А бұл микроволновка. Ашамыз. Данда. Тіпті сөзім жоқ. Осылай адамның уақытын алады. Бүгінгі күн осыны тазалаумен өтеді екен. Қазір трак уаш келеді, ол жуады. Сонымен осымен жақсылап бір ретке келтіріп, мына холодильникті тастап, холодильник алу керек еще. Жұмыс біраз бар енді. Жарайды, басқа не істейміз? Өзіміз жүретіндіктен, бұл негізі үй ғой. Үй болғандықтан таза ұстау керек. Вот химчистка болды. Қараңыздаршы, қалай істеген жігіттер. Алдында қалай болып тұрды, қазір қалай. Тіпті мен жоқ бұл. Тазалағанда. Иісінің өзі қандай әдемі болып. Мына іші деген жарқырап тұр. Қолдың өзі. Вот химчистка істейтін болсаңыздар, хабарласыңыздар маған. Контактысын берем. Жақсы, өте жақсы. 2,5 сағат, 3 сағатта істеді. Қалай жуған мұнаны бәрі отыр. Идеально, идеально. Рахмет жігіттер. Таңертең мен мына жағымен осылай осы жолмен келдім. Айланып. Мына басымдағы тұрған мына сымдардан өттім ана жердің бәріне. Өтіп, жақсы жүріп келіп, нараға кеп, мынандай биік болып тұрған. Келді да мына біреу сым менің трейлеріме тиқап отыр. Сосын мен не ары, не бері жоқ жүремей. Сонымен әрең мынаны алып тастап, артқа беріп, артқа шығып, соғатын кетіп, мындай юхолмен затына келдім. Клиенттің үйі мынау. Және мына кісі айтып қойды. Таңертең бір трак трейлермен кеп, жіпті төмен түсіріп кетті. Сосын мен машинамды алдым, өтетін болсам, мына жағымен бүйтіп өтті. Рахмет дедім. Клиенттің үйі осы. Қазір заттарын түсіреміз. Анда жігіттер тосып отыр машинасында. Клиент обедке кетіпті. Обед ішуге кеттім. Қазір келемін. Жарайды деп тосып тұрмыз. Бесіктерін, заттарын максималды түрде сынғанын жамадым, жапсырдым. Күтеміз. Moving осы. Клиенттің үйіне келе берген кезде тартып қойған сымдары осылай трейлерге тиіп қалды. Клиенттің үйі мынау. Клиент мында өзі көріп тұр. Тоқтар өте төмен екен, трейлерге тиіп әрең тоқтадым.
қандай керемет а? Қарашы мында бесігі әп әдемі болды өз еркімен келді. Но қазақтың бесігіне ұқсамайды екен, бірақ бесік деп айтуға тура келетін нәрсе екен. Негізі бұның бәрі бізге менің жұмысыма абсолютно жатпайды. Мен тек апару. Бірақ мына бесікті көргеннен кейін бесік қасиетті ғой деп ойлап, соны аяғын көрдім, тура сықпаған. Жарайды, жамайыншы дедім дағыны. Жамап бастағаннан кейін басқалар шықты қоса, мен жарайды барлығын жамай салайын. Ят болады сықпағанына қарсақ деп. Ар жақ тәрбиеміз қазақтың ят болады деген сөзімен осылай. Қолымнан келгенше барлығын жасадым. Жақсы көрініп қалды, чемін қисайып, несайып, сынып тұрғаннан қарағанда болды. Әп-әдем. Бірақ бұл бесік біздің қазақский бесікке ұқсамайды екен. Да, мынау. Жаңағы бесігі бар, бүкіл заттарды осында ұқыман әкеп түсіріп жатырмыз. 4 жігіт. Жігіттер көрін жақсы көмектесіп жатыр. Мынандай сатысы бар, ең қиын. Мына мен шығып түсудің өзі. Ауыр коробкамен шыққанда екі шығып, осында жатпен шыққан кезде бітіп кетеді ғой. Қайта мына жігіттер әкеп жақсы көмектесіп. Үйіне мынандай біреуді қойдық мұнда. Мынау соғылмасы үшін. Екінші ана жағы асханасы. Мынау зал. Енді кішкентай лау. Жататын бір бөлме. Мынау екінші бөлме. Иттері. Заттың бәрін осылай қойып жатырмыз мұнда. Иттер затты осылай. Next shop with the food. Yeah. We have a lot of box. We need a safe space. Енді мына жағында үстіне шығатын бар екен осындай. Вот деймін осылай. Мына кісі иесі, үйдің иесі. И бұлай осымен арт жаққа шығып кетуге болады. Асханасы. Wow. How did you get out? Wow. Come on. Come here. He's loose. Вот, осы машинасы мынау. Бұлары келіп, жаңа кетіп қалды. Бұларға бәрібір әке-шешесі балалар үлкейгеннен кейін болды ғой. Өзі жеке бір адам болып кетеді да, әке-шешесіне қарайтындары аз шамалы. Шешесі мында үлкен кісі жүр өзі. Yeah. That wells must go like center. Yeah, more that. Okay. Yeah, you gotta go straight. Осылай жүреміз. You do that all the time? Yes. Why? Well, for myself. I love it. You love recording yourself? Yeah. Then you send the things home Mm-hmm. to your family? Yes. For my family. Huh? Only one elevator. We have this one and there's another one. Other one is so far, then down. It's a little bit farther down. Ah. Yeah. I don't know if you want to one group here, one group there. I don't know if you want to do that. Осылай алыс жолға жүретін істе. Do you know some apartments have like four-wheelers? For wheels? Yeah, What do you mean? for carry like when you come to the market, bring the stuff. Stuff? Yeah, Like cars? yeah, like carts. Yeah, they are, but small ones. I don't know. Ah, small. You want them? That takes faster than I think. Okay, осылай үйіне келдік. Oh, big screen TV. Yeah. Sit down. Now show me here. Okay. Now first payment. You want fast payment? Yes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 2. How many? 9288. 88?
How much is that? 75? 9, 2, yes. And you need a zero information? This is 75 cents. You out. Төсегін әкелдік, енді қазір құрастырамыз төсекті. You love that thing of yours. Show how. Құрастыратын заттар өте көп уақыт алады. Сондықтан мысалы, ана екеуі әкелгенше мен төсекті құрастыра беремін. Сонда жылдам бітеміз и уақытты тиімді пайдаланамыз. Really hot? Yeah, I think now it's 81 degrees. Wow. Very hot. I need to go down in the back. Like really hot. Yeah. What do you have that? Anything else for assembly? No, back on the bed. That's it. Yes. Come in. Okay. Yeah, the delivery was okay, though hectic, but everything got to the house nice and safe. Fix it. Everything fix it. You fixed the bed, Bed, tables, tables, chairs. the chairs. How is it service? They're good. Yeah. Everything went Okay. well. Bye-bye. Okay. Okay. Thank you. Bye-bye. Окей, біз жұмысты бітіп кетіп барамыз. Yeah, we just got finished moving this little job. Just saying, get your dick, pussy. Вот, осылай төртеуміз жұмыс істеп біттік. Жұмыс аз болғанымен өте көп жүретін. Best movers in the city. Not only city, in the world. In the world. Yeah, Best movers in the world. exactly. Exactly. Block magazines, yeah. Okay. Осылай шығамыз. Болды, біттік. Адамдар ит мысырмен қыдырып жүр. Біз әлі жұмыстамыз. Бүгінгі жұмыс сәтті аяқталды осымен. Ертең Нью-Йоркта кездескенше. Кешігіп келедім дейді. Оны күтетін емес. Еще мынау сторож, Нью-Джерсида. Сторожын егізетін біреу паркинг жаса кетті. Оны шыға алмайым. Ақыры тракторейлерді анда қалдырып анда. Осылай лонг керри жасап жатырмын. Өзім жалғыз осы. Мувингте осылай істейсің. Контрактқа сабалдың, кеттің. Хелпер келгенге дейін өзім бітіріп қоям, Алла қаласа. Күтіп қаншама сағат тұратын емес. Жылдам істеп келесі жұмысқа кету керек. Если что, мувинг қызық болса, осы трейлер мұнда. Анадан келген бойынша артпен шығам. Сторождың бір ерекшелігі осындай тележкалары болады. Осыған осындай қаншама затты сабаласыңдар бір жолда уже. Мұнда бір жолда мен 4 орындықты уже кетіп бара жаттым. И жеңіл итергенге.
и көп зат апарасың. Бірақ сторождың қиындығы кіріп шығу деген өте үлкен проблема. Еще заты өте алыста болады, юнит. Ұзақ уақыт алысқа жүруің керек. Like long carry деген. Мысалы, мына трактан ана сторождың юнитіне дейін, сторождың юнит дегеніміз мына қоймасының есігіне дейін жүргенді, осындай алыс жүретінді оны long carry деп айтады. Сол long carry жүріп жатырмын қазір мен. Мынандай кішкентай трак болғанда рахат. Есігінің алдына тақа қойып мені лақтырып салып кетіп қалады. Back straight. Yep, you're on it. You can look at it. Yep. Yeah, just come back straight and you're fine. All right, that's straight. I said come back straight. There you go. Америкада дальнобойщик болып мувингте жұмыс істеудің ерекшеліктері өте көп. Оны айта беретін болсақ, ең бастысы мысалы шетелден қаншама әлемнің басқа жақтарынан адамдар келеді. Діні, салт дәстүрі бүкіл басқа. Сол адамдармен сен қарым-қатынасқа түсесің. Және де Америкадағы адамдар қалай тіршілік ететінін, олардың жағдайы қалай екенін толығымен түсінесің. Себебі солардың үйіне кіресің, солардың затын апарасың, әкелесің, тікелей қарым-қатынаста болғандықтан. Және де сенің ағылшын тіліңде дами түседі. Мувинг деген осы. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Қазақ тіліндегі контентті, қазақ тіліндегі каналының дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеліңіз. Ұнаса лайк басып, өзіңіздің барыңызды білдіріп, комментарий қалдырыңыз. Себебі қазақ тіліндегі ақпараттар өте аз. Біз бен сіз болып бірігіп, қазақ тілінде көптеген ақпараттар шығарып, келешектегі жастарға осындай жол болатынын түсіндіріп, көрсетіп, оларда да осындай жолмен өтіп, өздерінің өмірлеріне қажеттілігін жасап, шетелге шығып, жер көріп, ел көріп, тануына, дамуына өзіміздің үлесімізді қосайық. Және де қазақ тілінің дамуына үлесімізді қосайық. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Осындай контент ұнаса білдіріңіз. Молынша түсіруге тырысатын боламын. Сәттік. Мына трак ұстап бір 250 трак сиятын ұстап, ең аз деген. Бұл тракты жөндеуге арналған шаптар. Мұнда тракты заправить еткеннен кейін алысқа, ана жаққа бармай-ақ, тура осында жүріп, ақшасын төлеп, қажет затыңды алып кете беруге болатын, яғни экспресс здание. Ал екінші жағындағы ол үлкен ресторан бар, асықпай сен, яғни түнге қонатын кезінде барып тамақ ішіп, душ қабылдап, киім жуатын барлығы үлкен зданияның ішінде. Қарасаңыздар, Freightliner деген трак өте көп. Тура менікіне ұқсайтын Freightliner мұнда тұр. Мұнда мен бұрынғы компанияда жұмыс істегендегі айдаған Freightliner. Себебі Freightliner деген ол былайша айтқан кезде Toyota ғой. Кез келген жерде жөндеуге болады. Сені қатты сына қоймайды. Сынса да кез келген жерде жөнделеді. Саймандары кез келген жерден таууға болады және арзандау. Ал басқа мына International, Kenworth, мынау американский нағыз стиль. Бұлардың барлығы қымбат. Бұлар как BMW сияқты ғой. Сына береді, запчастары қымбат, бағасы да қымбат. Ал өзіме ұнайтын Freightliner. Жарайды, барып кешкі асымды ішейін. Күн батып келеді осылай. Бұл штат Алабама.